Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода құраққа керек заттар туралы айтатын боламыз. Осындай ленталарды влер матасынан қиып көрсетеміз. Оның астына сүт матамызды дайындау туралы толығымен айта кететін боламыз. Осы видео жаңада үйреніп келе жатқан қыздарға пайдалы болады деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарап, пікіріңізбен бөлісе кетіңіз. Ал енді бастаймыз. Осы құрақтың астына дайындайтын сүт матамыз туралы айтамын. Мынау бізде шыт матамыз, бұл да шыт матамыз. Мынау қатты флизелин, мынау жұмсақ флизелин. Мынау бізде паутинка, бұл бізде бөз матамыз болады. Қазіргі мына шыт матамыз бізде мына қатты шыт матамыз бұл. Шыт, мына қараңыздар, қатты қалың шыт матамыз. Осыны құраққа дайындайтын кезде бір рет жуып аламыз. Негізі жуылған дұрыс. Жуылған кезде бұл қысқаратын болады. Мына матамызды жуғаннан кейін біздің матамыз дәл осылай болып қалады. Дәл осылай жұмсақ болады. Міне, жұп-жұмсақ. Осы жұп-жұмсақ болып қалған матамыздан құрақтың астына біздің керекті өлшемімізді өлшеп қиып алатын боламыз. Неме? 15-те 15 өлшем болама, өзіңізге керек өлшемді қиып аласыз. Сосын бұл матамызға, шыт матамызға мына қатты флизелинді астына жабыстыратын боламыз. Ол үшін бізге осы шыт матамыздың өлшеміні қойып, керекті өлшемді қиып аламыз. Сосын бұл флизелиннің бір жағы жылтыр болады, бір жағы ғана клей болады бұның. Клейіміз, жылтырап тұрған жағы клей болады бізде. Сол жағына үстіне матамызды қойып, мына матамызды қойып, үтіктеп алатын боламыз. Сол кезде бізде осындай шыт матасы шығады, қатты болып. Құрақтың астына кез келген қатты матаны пайдалануға болады. Енді ол өз қалауларымыз бойынша. Біздің мына жұқа флизелиніміз бұл лентамызға керек болады. Лентамызды влер матамызға жабыстыратын боламыз үтіктеп. Оның да бір жағы клей, міне быдыр-быдыр болып тұрған жағы клей болады. Бір жағы теп-тегіс. Ал мынау бізде паутинка. Паутинкамыз осындай жұп-жұқа болады. Бұл бізге оюды жабыстырғанда керек болады. Оюымызды астына да влер. Бұның екі жағы клей болғандықтан астына да үстіне де мата қойып жабыстыруға болады. Оны ою жабыстырған кезде көрсететін боламын. Мынау бізде шыт матамыз, енді оны да құраққа пайдаланып жатады. Дәл осылай дайындасаңыздар болады. Енді лента туралы айтатын боламын. Келесі құрағымызға керек лентамызды дайындайтын боламыз. Мен қолымда турецкий матовый влер. Бұл влердің королевский, глянцевый түрлері және де басқа түрлері бар. Көрпешеге керек нелерді базарда барлығы бар. Өз қалауыңыз бойынша таңдасаңыздар болады. Енді біз лентамызды алдымен ұзындығына қоямыз. Бізге лентаны ұзындығы бойынша қиятын боламыз. Міне, біз түгіне қараймыз, түгі біле жоғарыға, төменге қарап тұрады лентамызды. Матамыздың мынау ұзындығы, мына жағы ені болып есептелінеді. Енді біз лентамызды бізге керекті өлшемді аламыз. Әркім өзіне керегін алады. Немесе осы линейка бойынша, ені бойынша алсаңыздар да болады. Сызып көрсетейін. Осылай сызсақтар болады. Және қазір тағы да басқа түрін көрсететін боламын. Осылай ұзындығы бойынша сызып лента дайындап аламыз. Енді бізде осы матамызға жаңағы айтқан мына флизелиннің жұқа түріні, осы флизелиннің жұқа түрін жабыстыратын боламыз. Бізде мына жағы быдыр-быдыр клейі бар. Яғни клейі бар жағыны былай қойып, үстіне үтіктеп алатын боламыз. Осы флизелинді қойғаннан кейін үстіне
Шыт матасы немесе пергаментный бумага қойып үтіктеуге кеңес беремін. Не болмаса үтігіңізді білдіретін болады. Міне осылай клейлеп жабыстырып алғандағы түрі біздің міне мына матамыздағыдай болып шығады. Міне мына матамызға жабыстырылған түрі міне. Енді осыны лентамызды дайындаймыз. Бұл да мына жағы ұзындығы болып есептелінеді, мына жағы ені. Әркім өз қалауы бойынша тігуге болады. Қалау бойынша тігуге болады дегенім, флизелин жапыстырып лента қиюға да болады, жапыстырмай қиюға да болады. Лентаны осылай флизелинді жапыстырып болған соң біз сызатын боламыз. Біздің лентамыздың ені енді ол өз қалауымыз бойынша. Ені 3 сантиметрлік лента керек болса, оны өзіңіз білесіз ғой, былай. 3 сантиметрді, 4 сантиметрді белгілеп аламыз. Сызып алдық, енді лентамызды қиып аламыз. Лентамызды қиып алдық. Бізде флизелин жабыстырылған түрі осындай болып шықты. Ал мынау флизелинсіз матамыздың өзінен қиылған лента. Ал жаңағы алдында көрсетіп кеткен осы шыт матамызға лентамызды қойып тіге беруімізге болады. Құрақтың түр-түрі менің каналымда бар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Пайда қуатты болыңыздар.